Кімдер келіп, өмірден кім кетпеді? Талай жан, жанардан жас төккен еді. Әулеттің асқар таудай тұлғалары мәңгілік мекеніне жеткен еді. Өмірдің оңай болмас өткелі шын. Қимастық сезімдерге бөленесің. Қалпе, тұрлы, қитар, қуып кел. Ешнияз бабалардың ұрпағы жалғаумен жүр өнегесін. Сөз жетпес асылдарды жырлағанда, батасы жетелейтін мың арманға. Пайзеден қызы ағыраш болат, мәңгілік сағыныш боп тұр жанарда. Талай жыл әке жүрек тоқтағалы, талай жыл анамызды жоқтағалы. Ата-анамыз Келдібай, Күлайшаның мекендері жәннатта болғай мәңгі. Қалпе, қара тамыр руының ұрпақтары, жағылды ол қызымен шырақтары. Кәміл баласы Қайқы, Қанапия қызы Ранай өмірдің заңыменен жырақтады. Емдемес уақыт мұңның бұл күйігін, тархаттық жырмен көңіл бір түйін. Жақыпбек пен Сапура ләззат үшін тілейміз біз жәннаттың ең биігі. Өтпеді ешқашанда жалған босқа, мың тағзым әрбір өткен бабамызға. Әшім баласы оразалы біздер үшін жақсы адам боп сақталды санамызда. Жеткізсін сағынышты өлең енді, сендермен өткен күндер бөлек еді. Ләйла мен Асқар атты бауырларды жаратқан ерте алып кеткен еді. Ешкімді аямайды тағдыр мына, келді де кетті көктің жарығына. Қос бауыр Майра және Лаура біздің айналды сағыныштың сағымына. Өткендер бар жүрегімнің төрінде, жарық болып жанған біздің өмірде. Орын басар бір асыл әулеттің, тау тұлғасы мәңгі біздің көңілде. Жақсылықпен аттарыңды айтамыз, дұғамызды бағыштаумен қайтамыз. Жатқан жері жайлы болсын Ханидің, ұмытылмас өмірдегі шақтар жүз. Өмір деген өткінші бір шалған ай, кетті талай асыл шандар арман ай. Жаңалық баласы Асхат біздің жүректе, сағыныштың белгісі боп қалғандай. Бір дұғамен еске аламыз бәріңді, қабылдадық сынағымен тағдырды. Майра қызы Оксананың рухына жыр арнаймыз, ұшқан құстан жалында. Жазылғанмен бұл шалғанның тым азы, жүрген жолдар тектілікке ұласты. Бақи болған асылдары әулеттің, Қызылорда
бозар ғаштың тумасы. Бұл өмірде өткен жандар асылдар, есімдері жадымызда жазылар. Ұрпақтары шын ниетпен оқыған сауап болып, біздің дұға барсын әр. Ойлансақ, өткен әрбір жылға қарап, кетпейді ойдан жақын тұлға бірақ. Жандарың түрі болсын жұмақтың деп, келеміз Құран менен дұға арнап.